Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі сабақта крючокпен осындай әдемі узор тоқып үйренеміз. Екі бетінің де узорын қолдансаңыздар болады. Мынау алдыңғы жағы, екінші беті қараңыздар. Өте әдемі болып шығады. Бұл узорды кардигандарға, балалардың жемпірлеріне, шапкаларға қолдансаңыздар болады. Өте тығыз тоқылады. Қараңыздар, егер осы узормен шапка тоқитын болсаңыздар, онда шапканың астарын салудың қажеті жоқ. Өте қалың болып шығады тоқығанда. Қараңыздар, міне өте тығыз тоқылған. Ал олай болса жұмысымызға кірісейік. Ең алдымен тақсаннан цепочка тоқимыз. 19 ілмек тоқимын мен. Міне 1, 2, 3, 4. Қараңыздар, 19 ілмек тоқыдым. Енді келесі қатарға өту үшін және бір ілмек тоқимын. Жалпы 20 ілмек болды. Енді мына 19 ілмектен бастап тоқимыз. Столбик без накида тоқимыз. Қатардың соңына дейін 19 ілмек тоқып шығамыз. Санап отырыңыздар. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 17, 18. Мені бізде соңғы ілмек 19 ілмек. Қатардың соңына дейін тоқыдық 19 ілмек. Енді келесі қатарға өту үшін және бір ілмек осылай тоқимыз. Тоқымамызды аударып, қатардың соңына дейін және столбик без накида тоқып шығамыз. 1, 2, 3, 4. Міне қатардың соңына дейін тоқыдық. Қараңыздар, екінші қатар аяқталды. Енді келесі қатарға өту үшін осылай бір ілмек тоқып отырамыз. Міндетті түрде ұмытпаймыз. Енді тоқымамызды аударамыз. Енді үшінші қатардан бастап узорымызды бастаймыз. Қараңыздар, мына бірінші ілмекті тоқимыз. Бір столбик без накида тоқимыз. Енді екінші столбик қараңыздар қалай тоқимыз. Міне мынау бізде екінші ілмек болса, осы жерден алып тоқымаймыз. Астындағы ілмек, міне мынау екінші ілмек. Міне бірінші қатардағы екінші ілмектен алып тоқимыз. Қараңыздар. Мынау бізде бірінші ілмек, мынау екінші ілмек. Осы екінші ілмектің ортасынан алып тоқимыз. Міне қараңыздар. Екінші ілмектің астындағы, міне мынау екінші ілмек. Столбик без накида тоқимыз. Міне осылай. Енді үшінші ілмекті тоқимыз. Қараңыздар, мына ілмектің астындағы екінші ілмекті тоқымаймыз. Енді үшінші ілмекті тоқимыз. Енді төртінші ілмекті де тура осылай үстінен алмаймыз, астынан алып тоқимыз. Қараңыздар, мына төртінші ілмек, осы төртінші ілмектің ортасынан алып тоқимыз. Міне қараңыздар, төртінші ілмек болса, осының астындағы ілмектен алып тоқимыз. Міне осы жерден өткіземіз крючогымызды. Жібімізді тартып шығарып, осылай міне қараңыздар, узорларымыз жайлап пайда болып жатыр. Енді осының астындағы ілмекті тоқымаймыз, келесі ілмекті тоқимыз. Осылай қатардың соңына дейін тоқып шығамыз.
Қыздар, қараңыздар, соңғы 2 қатарға келдік. Міне, мына бізде 2 ілмек соңғы мына 18-ші ілмектің астында тұрған ілмек, міне мына ілмек. Енді 19-ші ілмекті мына үстінен алып тоқимыз. Міне қараңыздар, 3-ші қатар аяқталды. Осылай болып шықты бізде. Міне арқасы осылай болып шығады. Енді келесі қатарға өту үшін және бір ілмек тоқып, тоқымамызды аударамыз. Енді 4-ші қатарды қалай тоқимыз қараңыздар. Мына тұрған 1-ші ілмекті тоқимыз. 2-ші ілмекті тоқимыз. Міне 2 ілмек тоқыдық. Міне 3 бұрыштың үстіндегі ілмекті тоқыдық. Енді 3-ші ілмекті тоқымаймыз. Мына тұрған 1-ші ілмектің, міне қараңыздар, осы қабырғасынан ілдіріп, және мына ілмектің мына қабырғасынан ілдіреміз. Міне қараңыздар. Осы екеуін бір-біріне қосып тоқимыз осылай. Осы ілмектің астындағы тұрған ілмекті тоқымаймыз. Енді 4-ші ілмекті тоқимыз. Енді келесі мына қабырғамен мына ілмекті тоқимыз. Қараңыздар. Енді мына ілмектен тоқимыз. Осылай қатардың соңына дейін тоқып шығасыздар. Енді келесі қатардан бастап тоқымамызды аударған кезде мына жерде осындай тесік болады. Қараңыздар, барлығында осындай тесік пайда болады. Үлкен тоқыған кезде міне қараңыздар. Мына жерде бар, мінекей мына жерде бар. Осы тесіктерден тоқимыз енді. Мына жерлерден. Өздеріңіз тоқыған кезде анық көрініп тұрады. Міне келесі қатардан бастап міне бірден осы тесікке крючогымызды өткізіп, жұмысшымызды тартып шығарамыз. Осылай тоқыдық 1-ші қатарды. Енді мына ілмекті тоқымаймыз. Келесі 2-ші ілмектен бастап тоқимыз. Міне осылай тоқыдық. Енді қараңыздар, мына жерде де тура сондай тесік тұрады, үлкен, қараңыздар. Міне осы тесіктен алып тоқимыз. Қыздар, қараңыздар, крючокты өткізген кезде келесі бетіндегі мына суреттің ортасынан шығатын болсын крючоктарыңыз, міндетті түрде осыған назар аударыңыздар. Осы суреттердің ішінен шығатын болу керек крючогымыз. Жұмысшымызды татып шығарамыз. Міне осылай тоқыдық. Енді астындағы ілмекті тоқымаймыз. Келесі ілмекті тоқимыз. Міне және қараңыздар, мына жерде тура сондай тағы да тесік бар. Осы тесіктен өткіземіз крючогымызды. Міне суреттің ортасынан шықты. Осылай қатардың соңына дейін тура осылай тоқып шығасыздар. Суреттің астындағы ілмекті тоқымаймыз. Мына ілмектен бастап тоқимыз. Мына жерден өткізесіздер. Осы жерден іліп шығарып тоқисыздар.
келесі ілмекті тоқып мына жерден өткіземіз. Қараңыздар, міне суреттің ішінен шығады. Міндетті түрде осыған қарап отырыңыздар. Мына жіпті қатты созып тартасыздар. Мені соңғы ілмектен де осылай өткізесіздер. Және бір ілмек тоқимыз. Тоқымамызды аударып, бірінші ілмекті тоқимыз. Мына ілмекпен мына ілмекті екеуін қосамыз. Ортасындағы ілмекті тоқимыз. Енді мына ілмекпен мына ілмекті қосамыз. Үстіндегі ілмекті тоқимыз. Мына астындағы ілмекті тоқымаймыз. Мынадан тоқимыз. Осылай қатардың соңына дейін тоқып шығамыз. Не қыздар, қараңыздар, узорымыз жайлап шығып жатыр. Мына бізде арқасы. Қыздар, қараңыздар, бізде екінші беті шахмат үлгісімен тоқылады. Енді қазір бір ілмек тоқып, екінші ілмекті мына жерден бастап тоқимыз.